Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 34-ші сабақ. Балалар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Үнемі ПЖБ, ТЖБ тапсырмаларын алып отыратын боласыздар. Бірінші тапсырма бұл жерде шамаларды табу формуласын жаз дейді. Бізде S, V, T берілген. S арақашықтық, V жылдамдық, T уақыт. Енді балалар, біз өткен сабақтағы формулаларды еске түсіреміз. S-ті табу үшін V мен T-ны көбейтеміз. V-ны табу үшін S пен T-ны бөлеміз. T-ны табу үшін S пен V-ны бөлеміз. Ал екінші есепке назар аударайық. Мен формулалар қолданып, қозғалысқа берілген есептерді шығара аламын. Есептер шығару жолын жаз. Егер тікұшақ 548 км сағатына жылдамдықпен 4 сағат ұшатын болса, қандай арақашықтықты ұшып өтеді? Олар бұл жерде қарап отырсақ, бізде арақашықтық белгісіз. Формуланы жазамыз. V тең 548 км сағатына, T тең 4 сағат, C арақашықтық бізде белгісіз. Енді біз S тең V мен T-ның көбейтіндісі формуласын қолданамыз. Шешуі бұл жерде V мен T-ны көбейтетін болғандықтан 548 км сағатына көбейтеміз 4 сағат. Бұл жерде есептің мәні 2192 км болады. Яғни ұшақ 2192 км ұшып өтеді. Арақашықтықты біз таптық балалар. Келесі есеп, үшінші есеп, сызбаға талдау жасап, қозғалысқа берген есептерді шығара аламын дейді. Яғни сызбаға сәйкес келетін өрнектерді таңда және оны белгіле дейді. Бұл жерде біз таңдап алдық. V тең 24 км сағатына, T тең 4 сағат берілген. Енді бізге бұл жерде тағы да жылдамдық белгісіз. Жылдамдықты табу үшін V, S тең V көбейту T формуласын қолданамыз. S тең 24 км сағатына көбейтеміз 4 сағатқа. Бұл жерде арақашықтық 96 км шықты. Яғни, мына жердегі өрнектермен сәйкес келтіретін болсақ, 24 пен 4-тің көбейтіндісі көбейтуге берілген өрнегі бұл жерде сәйкес келді. Келесі есебіміз балалар, төртінші есеп. Мен кесте бойынша қозғалысқа берілген есептер құрастыра аламын. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар деп тұр. Бұл жерде V белгілі, T белгілі, бұл жерде тағы да арақашықтық белгісіз. Яғни, тағы да біз S тең V көбейту T формуласын қолданамыз. V 58 км сағат, T 6 сағат, S тең белгісіз. Яғни 58 мен 6-ның көбейтіндісі бұл жерде 348. Бұл жердегі жолаушымыз 348 км жол жүрді. Келесі есебіміз 5-ші есеп біздің. Жиындар қиылысуының диаграмма бейнелеуін дұрыстығын тексере аламын дейді. Бұл жерде қыздардың есімдері берілген, ұлдардың есімдері берілген. Ұлға да, қызға да ортақ есімдер берілген. Мына жерде дайын есеп үлгілері тұр. Қыздардың есіміне Әлия, Інжу, Жеңіс, Бақыт, Ардақ. Ұлдардың есіміне Серік, Болат, Жеңіс, Бақыт, Ардақ. Ал екеуіне де ортақ қойылатын есімдер бұл жерде Жеңіс, Бақыт, Ардақ деген есімдер ұлға да, қызға да қойыла береді екен балалар. Балалар, осы есептерді мұқият түсініп жазып ала қойыңдар. Келесі сабақта кездескенше.